Саламатсыңдар ма студенттер? Жағдайларың қалай? Жақсы демалдыңдар ма? Енді өткен сабақта біз қандай тақырыпта сабақ өттік? Қышқылдар мен сілтілерді өттік. Қышқылдар мен сілтілер. Бізде қышқылдар дегеніміз не еді? Өткен сабақта? Қышқылдар дегеніміз сутек атомынан басталады. Күрделі қосылыстар. Бізде сосын сілтілер бар. Біздің өткен тақырыбымыз. Сілтілер дегеніміз не? Сілті дегеніміз гидроксотоп пен металл атоммен тұратын күрделі қосылыстар. Сілтілер де бар, қышқылдар да бар. Бізде мына жерде бүгінгі тақырыбымыз, өтетін сабағымыз титрлеу әдісі. Титрлеу әдісі білесіңдер, қышқылдар мен сілтілерді не істейміз? Бейтараптаймыз бүгінгі. Ал өткен сабақтағы теория жүзінде өттік, бүгін біз тәжірибе жүзінде соның бәрін көретін боламыз. Мына жерде қарасаңдар, бізде қышқылдар да сілтілер де тұр. Қышқылдарды мына жерде көрсете аласыңдар ма? Қандай қышқылдар бар бізде? Қышқылдар, сілтілерді өттік. Сол сияқты енді бүгін біз осы сілтілер қышқылдарды тәжірибе жүзінде бақылап және солармен жұмыс жасайтын боламыз. Ал мына жерде қараңызшы, қандай қышқылдар бар бізде? Азот қышқылы екен. Жоғарыға көтеріп көрсетеміз. H2O3. Бұл қандай қышқыл екен? Азот қышқылы. Сосын тағы қандай қышқылдар? Күкірт қышқылы. H2SO4. Бұл қандай қышқыл екен? Күкірт қышқылы. Тағы қандай қышқылдар бар бізде? Натрий OH. Бұл қандай? Бұл не екен? Натрий OH не екен? Сірті, сірті. Бұл сіртілер дегеніміз біз айтқандай металл атоммен гидроксотоп тұрады. Сосын қандай сілтілер бар бізде басқа? Тағы қандай сілтілеріміз бар? Калий OH. Бұл қандай сілті? Калийдің гидроксиді. Осындай бізде сілтілер бар екен, көрдіңдер ма? Енді қазір мен сендерге жақсылап түсіндіремін. Соны өздерің жазып көретін боласыңдар. Түсінікті ма? Бүгінгі сабақта сабағымыздың титрлеудің мақсаты бірінші, әрбір құрал-жабдықтарды титрлеу барысында білетін боласыңдар. Сонымен қатар онда қолданылатын реактивтер, яғни қышқылдар мен сілтілерді білетін боламыз. Және қышқылдар мен сілтілерді бейтараптау барысында индикаторлар пайдалану. Индикаторларды қызметін көзбен көретін боламыз, яғни тәжірибе жүзінде көріп білетін боламыз. Сонымен қатар индикаторларды қолдану барысында біз қышқылдар мен сілтілердің концентрациясын анықтаймыз. Нәтижесінде формулаға салып, кеткен қышқылдың кеткен сілтінің нәтижесін біз арнайы формула арқылы шығаратын боламыз. Титрлеу әдісі. Титрлеу әдісі дегеніміз бізде білесіздер, өмірде қолданылатын әрбір дәрі-дәрмекті жасағанда болсын, үйде тағамда болсын, болмаса өмірде болсын, әр нәрсенің өзінің нормасы бар. Шектеуі бар. Сол сияқты үйде тамақты қолданғанда да біз тұз саламыз, тамаққа барлық тұз салып жүрмейміз. Не істейміз? Шектеуі бар, өзінің белгілі бір көлемде дәміне қарай біз не істейміз? Нормамен саламыз. Өтетін тақырыбымыз титрлеу әдісі. Бізде өндірісте зертханаға бардыңдар, практика өттіңдер ғой зертханада. Сол кезде титрлеуді өттіңдер. Титрлеу әдісі зертханада бізде әрбір реактивтердің, әрбір жаңағы келген анализдің қорытындысын шығару үшін біз не істейміз? Титрлеу әдісін жүргіземіз. Титрлеу әдісі бұл не қыламыз? Әрбір заттың концентрациясын анықтаймыз. Мысалы сендерге бір белгісіз қосылыс келді, сол қосылысты құрамындағы қышқылы бар ма, сіртілі бар ма, соларды сапалық реакция жүргізесіңдер. Бөліп аламыз қышқыл сіртісін, содан кейін барып не жүргіземіз? Ол қосылыста қанша пайыз сірті бар, қанша пайыз қышқыл бар, соны анықтаймыз. Титрлеу әдісі барысында қолданылатын бізде арнайы қауіпсіздік ережелері бар. Қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде сақтауымыз керек. Қышқылдар көріп отырсыңдар, өткен сабақта қышқылдар мен сілтілерді өттік. Оларда қолданылатын біз қауіпсіздік ережелерінде өткен болатынбыз. Енді титрлеу барысында да тура сондай қышқылдар мен сілтілермен жұмыс жасағанда үстіміз жабық, киіміміз жинақы, шашымыз жинаулы. Сонымен қатар біз тік тұрып, қышқылдан алшақ, өзімізге қатты жолатпай, жоғарыға көтермей, көз деңгейінде ғана жұмыс жасауымыз керек. Түсінікті ма? Сосын мына бюреткаларда, мына жерде колбаларда жұмыс жасағанда әр ыдысты мұқият бірінші жуылғандығына көз жеткіземіз. Одан кейін барып, не істейміз? Дистилінген сумен шайып аламыз. Біз іске кіріспес бұрын әрбір ыдысымыз мұқият таза болу керек. Сонымен қатар дистилінген сумен шайылған болу керек. Сол кезде ғана біздің жасаған әрбір ісіміздің нәтижесі дұрыс шығатын болады. Түсінікті ма? Сондықтан қауіпсіздік ережесін мұқият сақтаймыз. Бүгін біз қарапайым зертханада жүргізілетін реактивтерден қарапайым кішігірім лабораториялық жұмыс жүргіземіз, тәжірибе жүргіземіз. Титрлеу қатысында бізге арнайы құрал-жабдықтар қажет. Міне көз алдарында барлығын алдын ала мен дайындап қойғам. Екі топқа бөлдім. Екі топта біз не істейміз? Титрлеу жүргіземіз. Соған қатысты бізде арнайы құрал-жабдықтар бар. Мына жерде өздерің көздерімен көріп тұрсыңдар. Өткен сабақта алдында біз өткенбіз
арнайы құрал жабдықтарды, иә, ыдыс аяқтардың бәрін жаттаған болатынбыз, өткен болатынбыз. Енді мына жерде таныс ыдыстар, таныс құрал жабдықтар және реактивтер бар ма? Өздері танып тұрсыңдар ма? Енді қараңдаршы, бірінші біз құрал жабдықтардан бастайық. Қандай құрал жабдықтар бар? Көрсетіп айтыңыз. Штатив, воронка, сосын пипетка, сосын стакандар, иә. Одан кейін бізде деген су бар, иә. Ал реактивтер ше? Реактивтер қандай реактивтер бар? Қышқылдар сілтер береді, иә, бізде өткен сабақта естеріңде болса. Қандай реактивтер? Азот, одан кейін сілтілер бізде натрий гидроксиді, калий гидроксиді. Сонымен қатар біз сілтілі орта, қышқылды ортаны анықтау үшін арнайы нелер бар? Индикаторлар. Түсінікті ма? Біз өткен сабақта өткенбіз. Қандай индикаторлар бар еді бізде? Метил оранж. Мына жерде бар ма метил оранж? Кәдімгі көтеріп көрсетеміз. Метил оранж бар. Одан кейін қандай? Фенофталин. Сонымен қатар тағы бір бізде индикатор бар. Осы жерде қандай индикаторымыз бар? Лакмус ерітіндісі, иә. Қазір қолданылатын осындай 3 түрлі индикаторымыз бар, иә. Бұдан бөлек бізде индикатор бізде лакмус арнайы қағазы бар. Лакмус қағазы. Қарапайым әдісі қышқылды ортаны сілтілі ортаны ажырату үшін қарапайым лакмус қағаз арқылы анықтай аламыз. Ол бізде бар, бірақ мына жерде бейтараптау үшін арнайы бізде не керек? Қышқылды ортаны сілтілі ортаны анықтау үшін бізде лакмуспен қолданамыз. Қазір біз фенофталин мен метил оранжды қолданатын боламыз индикатор ретінде. Түсінікті ма? Осы индикаторлар қатысында біз ортаны бейтараптау біздің мақсатымыз. Білесіңдер, арнайы штативке бүйретка орнатылған әр өлшемдері бар бүйреткіне. Басында бізде арнайы сұйықтықтарды құюға ыңғайлы бізде воронкамыз бар, иә. Мына жерде вентиль дейді. Мына жерде ашып жабатын арнайы құлақшасы. Біз бірінші бұны жасағанда не істейміз? Арнайы шайып аламыз, иә. Дистилленген сумен воронкадан бастап жиегінен осылай шаямыз. Дистилленген сумен бірінші шаямыз. Қазір екінші менен кейін қайтара сендер де жасайсыңдар, түсінікті ма? Әрбір ыдысты, әрбір құрал жабдықты пайдаланбас бұрын біз не істейміз? Дистилленген сумен шайып аламыз, иә. Сөйтіп шайып мына жаққа ағызып тастаймыз. Бұл жарамсыз су, түсіндіңдер ме? Бұны шайып аламыз. Одан кейін барып біз не істейміз? Қышқыл құямыз. Қандай қышқыл? Азот қышқылын құямыз, түсіндіңдер ме? Сөйтіп осы азот қышқылының көлемін есептейтін боламыз. Міне шайылды. Біз осыны бүйреткамызды қазір жеке конусты қолғамызды осылай жиегінен арнайы шаятын боламыз. Осылай шайып барып төгіп тастаймыз. Енді міне бүйреткамыз таза, воронкамыз таза, бізде қолғамыз да таза. Осының астына қоямыз. Бірінші біз не құямыз? Азот қышқылын құямыз. Қай жаққа дейін құямыз? 0-ге дейін, белгіге дейін құямыз. Мынаны белгіге дейін құятын боламыз, иә. Егер осылай артық құйылып кеткен жағдайда не істейміз? Артық құйылып кетсе, бұны мына жақтан төгіп тастаймыз, түсіндіңдер ме? Бір қолданылған реактивті екінші рет қолдануға болмайды. Көз мөлшерімен осылай есептейсіңдер. Міне, 0-ге келтіріп алдық. Енді бұл бізде не құйылды? Азот қышқылы құйылды, иә? Азот қышқылы. Мына жақтан не құямыз бұған? Біз азот қышқылын немен титрлейміз? Міне, натрий гидроксид. Осылай натрий гидроксидін құямыз. Содан кейін фенофталинді 1-2 тамшы тамызамыз. Түсіндіңдер ме? Ол бізде фенофталин бізде сілті қатысында қандай түске өзгереді? Күлгін түске өзгереді. Күлгін түске. Жаттадық қой, қышқылды орта, сілтілді ортаға қандай түс беріп жаттадық, иә? Енді бұл күлгін түсті біз қышқылмен бейтараптаймыз. Қандай қышқылмен? Азот қышқылмен бейтараптаймыз. Сол кезде бейтараптаған кезде қозғай отырып бейтараптаймыз. Қандай түске өзгергенше бейтараптаймыз? Түссіз күйге өткенше біз не істейміз? Бейтараптайтын боламыз. Түсіндіңдер ме? Сол кеткен бейтараптауға кеткен көлемді не істейміз? Ана қағазымызға жазып аламыз. Түсіндіңдер ме? Бірінші бастапқысын жазып аласыңдар. Одан кейін кеткен көлем жазамыз, соған қарап нәтижесін шығарамыз. Түсіндіңдер ме? Енді екінші біз бастаңдар. Бастысы қауіпсіздігін сақтаймыз. Аз кеткенін көз мөлшерімен кішкене еңкейеміз. Көз мөлшерімен қарап жоғары қарай өтеді. Жай тамшылатып келтіріп аламыз, иә? Енді жеке бері қарай тұрамыз. Енді мына жаққа қышқыл құйдық. Сендер натрий гидроксидін қолбаға көз мөлшерімен кішкене ғана құйып аласыңдар. Натрий гидроксидіне кішкене мөлшерде құямыз. Соны фенофталин 2 тамшы фенофталин құямыз. Қанша мөлшермен кішкене? Кішкене. Болды. Енді бұған не құямыз? 2-3 тамшы фенофталин аша бердік. Пипеткамен. Пипетканың көмегімен тамшы өлі. 2-3 тамшы, иә? 2-3 тамшы еді. 1, 2, 3 тамшы болып тұрса, енді
ары қарай шайқаймыз, иә? Ал енді осыны бейтараптаймыз. немен? Қолыңды көтер, қолыңды көтер. Мынандай жиегінен былай ұстаймыз. Мына жақта астын біз көріп тұрмыз керек, иә? Ал енді аздап қиып бейтарап қозғай отырып, бейтараптаймыз. Қараймыз. Көрдіңдер ма? Түсіздер ма? Иә, түсіздер. Енді бізде көлемі қанша кетті? Көлемі қанша? Маған жазып отырмын. Көлемі қанша кетті? Концентрация H0 тең болады. Бұл қандай нормальды? 0 нормальды. Көбейтеміз 3 мл кетті. Жалпы қанша мл бізде? 10 мл. Соған бөлеміз. Сонда нәтижесінде біз қышқылдың концентрациясын анықтаймыз. Қанша шықты? 0,10-100-ден 3 мл кетті. Бұл жерде Натрий сілті құйдық, иә? Сілті белгіге дейін, сілті құйдық. Біз бұл сілтімен нені титірлейміз? Азот қышқылын титірлейміз. Көз мөлшерімен кішкене азот қышқылын сүйіп аламыз, иә? Бұны қандай индикатор қатысында титірлейміз? Метилоранжды ашамыз. 2-3 тамшы метилоранжды тамызатын боламыз, иә? Аламыз. Тамызамыз. Az yapmasa qatını ала бер. Анжатын ала бер. Bir тамшы алып, тамызамыз. Қорықпаймыз. Жұмыс жасаймыз. 3 болды. Ана орнына қоямыз пипеткамыз, иә? Араластырып аламыз. Бірінші өзіне бұл қандай түс болды? Қою, сәбіз түске. Бұны қандай түске дейін титірлейміз? Сәбіз түске дейін, оранжевый түске дейін титірлейміз. Енді араластыра отырып титірлейміз. Титірлейміз. Ашық түсіпке беріп өту керек. Түсі. Түсі өзгеріп ма? Ашық болады, түсі. Титірлейміз. Болды, тоқтаймыз. Көрді ме? Түсі өзгерді ма? Көрді ме? Ашық, сәбіз түске дейін. Көрсетеміз. Сәбіз түске дейін. Өзгерді. Енді бұның концентрациясынан қанша кетті? Миллилитр кетті? Қанша миллилитр кетті? 10 миллилитр кетті ма? Ал, мына жерде бөлеміз 10-ға. Сол нөлді шығарымыз. Сонда бізде қанша миллилитр кеткен екен? Сілті? 1 миллилитр сілті кеткен екен, иә? Бүгінгі тақырып түсінікті ма? Енді қорытындылай келе бізде титірлеу дегеніміз не екен? Қышқылды сілтімен істеу, бейтараптау. Қандай не қатысында? Индикатор қатысында. Бізде қандай индикаторлар белгіленген? Метилофталин, осындай бізде ерітінділер, яғни қатысында біз титірлейміз. Титірлеу дегеніміз сілтімен қышқылды, немесе қышқыл мен сілтіні индикатор қатысында бейтараптау, яғни концентрациясын анықтау. Түсінікті ма? Бүгінгі тақырыбымыз түсінікті ма? Түсінікті болса, қолымызды жақсылап шаямыз, киімімізді ауыстырамыз, халатымызды әрқайсымыз өзіміздің вешалкамызға ілеміз, бір пайдаланылған перчаткамызды қайта қолданбаймыз. Аламызды барымыз, мусорға тастаймыз. Түсінікті ма? Бірінші, оның бәрін жасамас бұрын, мынау ыдыстарымызды реттейміз. Қышқылдарды орнына, сілтілерді орнына, анау колалардың бәрін шайып, бүйреткалардың бәрін шайып, дистиллинген сумен шайып, орнына бәрін реттеп қоямыз. Соңында болғаннан кейін перчаткамыздың бәрін шешіп, қолғабымызды мусорға тастаймыз, қолымызды сабындап 3-4 қайтара жуамыз. Түсінікті ма? Ал осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.